55 мың түрлі ауру бар. Ол дәрігердің соның бәрін білуі мүмкін емес. Дәрі қазір тек қана аптекада ғана қалған жоқ. Ол аптекадан былай қарай біздің үйдің ішіне, дастарханның басына, яғни төрге шықты. Дәріні бермей, керісінше бағанағындай табиғи методтармен емдеуге тырысам, бірақ енді басқа вариант жоқ. Амалсыздан оны беруге тура келеді. Табиғат, иммунитет екеуі қосылған кезде жаңағы 55 мың түрлі аурудың кез келгенін өзі реттеп алады ағза. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Жан мен Тән YouTube каналы. Біз бүгін жалпы бірінші рет подкаст түсіріп жатырмыз, және де сол сіздерге қызық болады деп үміттенеміз. Бізде қонақта Ахметбек Нұрсейхұлы ағайымыз, және де үшінші келген қасымыздағы адам. Осы өзіңізді таныстырып кетсеңіз, Ізет, толығырақ айтып кетсеңіз өзіңіз туралы. Мен есім Ізет, мен дәрігер, терапевт, невроботолог болам. Жалпы медицинада 12 жылдан бері жұмыс істеймін. Бітірген университетім осы Алматыдағы Асфендияров атындағы университет. Қазіргі уақытта осы Жан мен Тән сауықтыру орталығында онлайн кеңесші болып жұмыс істеймін. Жалпы енді мен бағана камераға түспеген кезде айтқанмын, жалпы біздің сөйлеуіміз, жалпы сөйлесуіміз еркін түрде болсын деген сияқты. Ең бастысы енді айтқым келгені. Және де қызық қай сұрақтан бастасам деп ойландым. Және де мен жаңа біздің әлеуметтік желілерді қарап шыққан кезде ағайдың парақшасындағы видеоға көзім түсті. Сіздің медеуде жүргеніңізге байланысты сіз күнделікті түрде салып отырасыз, тіпті медеуге барасыз, шымбұлаққа барып шаңғы тебесіз. Осының барлығын ұзақ уақыт бойы жасау үшін сізге не көмектеседі жалпы? Тоқтамай осылай жасап отыру үшін. Бірінші, мен өзімнің болашағымды көз алдым елестетемді. Соның кейін көз алдымда 60-тан асқан адамдар, 80-дегі адамдардың қалт-құлт етіп дәрменсіз болып жүргені, ауырып, ерте қайтыс болып жатқаны мені былайша айтқанда шындығында қорқытады. Мен ондай болғым келмейді. Сондықтан одан құтылудың бір-ақ жолы күнделікті қимыл екенін түсіндім. Содан бастап міне 20 жылдай болды Алматыға көшіп келгелі. Үнемі шаңғы теуіп, тауға баруды әдетке айналдырдым. Сол енді ауырып қалмау, жатып қалмау шындығын айтқан кезде. Масыл болмау, жаны қиналмауы, ұзақ бақуатты өмір соны шығып келе жатқанда мен көз алдым елестетемін. Сіз жаңа Инстаграмда салған бір роликтеріңіз есіме түсіп кетті. Бір жас жігіттер тауға шыққан болатын, жаңа баспалдақпен көтерілген болатын, бір 14-15 минутта шығып жатыр. Сіз жалпы 9 минут, 10 минуттың көлемінде шығасыздар. Менің екі қазір досым бар, біреуі 66-та, біреуі 60 менімен жаста. Бір ауылдамыз. Үшінші жігіт ол Семейдікі. Біз сол баспалдақпен 8,5 минутқа дейін жылдамдығымызды жеткіздік. Ал бізбен бірге шығып жүргендер айтады, кейбір жас үлкендер, біз қатарлар 30 минут, жарты сағатта, ал жастар 15 минут, 14 минут деп жатады. Бұл нені көрсетеді? Бұл адамның екі көрсеткіші. Өкпен қалай жұмыс істейді, аяғының бұлшық қалай жұмыс істейді. Сонда мен жастарға айтам, бұл саған үлкен бір сигнал, сенің денсаулығыңды көрсетіп тұр. Сенің өкпен қалай, аяғың қалай. Егер осы бет кете беретін болса, сен 40-50 жаста бір әлжуаз, өкпесіз дұрыс жұмыс істемейтін, аурушаң бір шалға айналасың деп. Сол биологиялық жас бар адамда, яғни ол сенің ағзаң қалай, көрсеткіштері қандай. Екіншісі құжаттағы жасың бар. Олар құжаттағы жасын 20-22 деп айтады. Мен марафон жүгіріп жүрген кезде жастарды көретін бизнес бастауда. Менің шаңымды қауып келеді да, оңға қалжыңдап сұраймын, жасың қаншада? 22-23-те. Айтам, неге өтірік айтасың? Жоқ, мен өтірік айтпаймын дейді. Айтасың, өтірік айтасың. Жоқ, міне құжатымды көрсетейін ба? Айтам, құжатың өтірік. Сенің жасың 73-те. Өйткені сен менен қалып қалдың деп. Ал енді мысалға осындай жастарға мысалға 15 минут, 20 минутта денсаулығына мүмкін қарамайтын да шығар кішкене, соларға бір өзіңіздің бір кеңесіңізді берсеңіз, неден бастаған дұрыс? Неден бастау керек еді? Адам жалпы кешке жатар кезде айтам, екі түрлі көз алдың елестетуің керек болашағың. Егер сен қазір осы әдетіңді өзгермесең, сен 20-30 жылдан кейін сені не тосып тұр?
болмаса қайтыс болған бір өзің танитын бір 30 адамның тізімін жаса, неден қайтыс болды, қашан қайтыс болды, соны қарасаң, мен осы жаттығуды жасатам жанымен тең келгенде, сонда бірде біреуі мен танитын адамдардың ішінде жасы жетіп ақ өліммен жаны қиналмай қайтыс болды деп айта алмайды. Бәрін жазғанда анау мына жасында инфаркттан, анау инсульттан, анау онкология, анау бауыры, анау үйтіп қайтыс болды деп жатады. Мен айтамын, сенің сол тосып тұрмағанына қандай сенімің бар? Сондықтан қазір сен если өмір сүру салтыңды өзгертпесең, спортпен айналыспасаң, денсаулық күтпесең, сенде жаның қиналып, ажалыңнан бұрын өлу қаупің бар. Соны жастарға айтатыным, соны көз алдың елестет. Екіншісі, одан кейін көзің ашса қайтадан елестет жұмда. Мен бүгінден бастап, ертеңнен бастап спортпен айналыса бастадым. Содан кейін мен денсаулығым қалай өзгеріп жатыр. Өзіңді 70 жаста, 80 жаста, 90 жаста, 100 жасыңда өзің сырттан көру керек, соны елестету керек, және олай болу үшін сен не істеуің керек. Сол адамға ішкі бір немесін, рухын оятады. Мен енді сіздің видеоларыңызды көп көргеннен, көп көріп байқап жүргенім, сіз мысалға осы аурудың негізі 90% сол миға байланысты деп айтасыз да. Енді мүмкін осы миға байланысты бір лайфхактар ма, мүмкін соларды тағы да бір қолдану керек па, мүмкін өзіміздің миымызды белгілі бір түрде басқара білу керек па, соған байланысты бір өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп кетсеңіз. Шындығында да мына бұрын орыс ағайындар айтады, все болезни от нервов деп. Қазақша айтқанда барлық мәселе пәле мына жүйкеде, баста. Мен бүкіл ауруларды енді бұл жерде ешқандай кітаптан, ютубтан таппайсыз. Мен 30 шақты жыл бойы айналысып келгенде маған 300-400 дәрігер келді, солар мойындайды, бүкіл әлемдегі ауруларды алып қазып келсе, мына 5 нәрсеге келіп тіреледі. Себебі зиян тамақ, шала ұйқы, комфорт, яғни төсекте жату, жылы киініп жүру, 4-шісі химиялық заттар тұтыну, 5-шісі стресс. Осы 5 нәрсеге келіп тіреледі. Осының бәрі жаман әдет. Зиян тамақ ішуің, шала ұйықтауың, диванда жата беруің, химияны ішуің, стресске түсуің, ол сенің бүйрегіңде, бауырыңда, жүрегіңде, асқазаныңда емес, бәрі мида. Проблема мида. Яғни шешімі де мида. Сондықтан ол жаман әдеттен құтылу үшін адам ол жаман әдетке қалай келді, жаман әдет деген не, тәуелділік деген не, соны түсіну керек, содан кейін мимен жұмыс істей алу керек. Мысалы, сен компьютерді білсең, компьютер жөндей аласың, машинаның моторын жөндей алсаң, машинаның моторын жөндей аласың. Ал мидың қалай жұмыс істейтінін білсең, адам неге тәуелді болып қалады, неге жаман әдетті мойнынан жұқтырып алады десең, сен өзіңді жөндей аласың. Миды түсіну арқылы ғана. Оны мына қысқа подкастта түгел түсіндіріп кету мүмкін емес. Жалпы айтатыным, осы біздегі болып жатқан керемет оқиғалардың бәрі не бір әлем емдей алмайтын аурулардың емделіп жатқаны, сол ми тазарады, жанмен тәндеп қойғанымыз сол. Сол жаман әдеттер кеткеннен кейін адам иммунитет көтеріледі, адамның ағзасы өзін өзі емдеп алады. Осы ағай жаңа 5 себепті айтып кетті, миға байланысты. Қазіргі уақытта мысалға медицина оған байланысты не айтады? Мысалға біз кейбірді ауруларды белгілі бір дәрі-дәрмекпен емдейміз, бірақтан оның миға байланысты ешқандай бір жұмыс жасалмайтын сияқты менің ойымша. Енді мына айтып кетейін, изет білесің ғой, этиология деген түсінік бар ғой. Мысалы, егер де тілден хабар бар адам айтады, этимология, яғни сөздің түп төркіні қайдан шықты. Кез келген сөзді қазса, ол қай жақтан келді, парсыдан келді ма, түркі сөзі ма, ол нені білдіреді дейді, этимология. Сол сияқты аурудың қайдан пайда болғаны жайлы этиология деген медициналық ғылым бар ғой. Оқытқан шығар да? Симптомдары дейді ғой. Енді бағанағы айтқан ағайымыз айтты ғой, 5 себеп деді ғой. Негізі бізде оларды эндогенді, экзогенді факторлар деп бөледі. Шындығында да бірақ бүкіл факторлардың бастауы сол 5 себептен басталады. Бағана тамақ, дұрыс тамақ ішпеу, ұйқы барлығы сол адамдағы процестер, қалыпты физиологиялық процестерді бұзады. Сол арқылы патология, яғни олар ауытқи бастайды. Сол ауытқуының нәтижесінде аурулар қалып келеді. Ауру дегеніміз сол кез келген ағзаның ауруы, ол сол ағзаның өзінің функциясы, яғни қызметінің бұзылысы. Енді эндоген, экзоген деген қарапайым халық оны түсіне бермейді, соны кішкене. Бағанағы енді экзогенді факторлар бағанағы біздің тамақ дедіңіз ғой. Иә, ол енді сырттан түсіп отыр ғой. Иә, экзогенді. Тамақ ішу бар. Бағанағы ұйқының бұзылуы, ол яғни
кейде эндогенді болып и экзогенді болады. Экзогенді деген сырттағы бағанағы жарықтың дұрыс түспеуі или шудың болуы деген сияқты, сол арқылы ұйқы бұзылады. бір сыртқы әсерлер. Иә, ал ішкі деген сол ұйқы арқылы біздегі бөлінетін гормондар бар түнгі, иә. Рахат алу гормоны болсын, адамның ағзасын қайтадан восстановить ететін, яғни противовоспалительный дейді ғой, қабынуға қарсы әсер ететін гормондар бар. Вот солардың бөлінуін тежейді. Вот сол арқылы сол гормондардың бұзылысы, оны біз экзогенді факторлар дейміз. Ал бағана экзогенді факторлардың бірі бағана асқазанға тамақ, иә, қайтып келсек тамақ сырттан түсті экзогенді болып, и сол ішке түскеннен кейін асқазанға түседі, асқазандағы мысалы қышқылдықты бұзады. Яғни ол қышқылдық бұзылу арқылы сол жерде гастрит болсын, язва болсын, иә, сол процесс қышқылдықтың бұзылуы ол эндогенді болып есептеледі. Сол сияқты кез келген бағана себептерді біз екі топқа бөле аламыз. Енді мен мына жерден былай көріп тұрғаным, қазір қызық, жалпы көрерменге қызық болу үшін былай істесек, біз ғылым түрінде талқылаймыз жаңағыны, түпкі себебін. Ал сіз мысалға лайфхак ретінде мүмкін онымен қалай болады деген. Жақсы, мен бір мақтанатын қасиетім бар, кез келген күрделі нәрсені 5-10 жастағы адамға түсінікті қылып айтып бере аламын. Енді дәрігерлер ғылым тілімен сөйлеп үйренген, олар өзінің білетін нәрсенің бәрі басқа адамдар да білуі тиіс деп ойлайды. Кез келген маман сөйлегенде, мысалы геологтар, астронавтар деген сияқты математиктар өз тілінде сөйлеп үйреніп кеткенде, ал қарапайым адам, одан хабар жоқ адам түсіне алмай бас қатып отырады. Сондықтан мен Изетке тағы сұрақ қояйын. Мысалы мен өзім жаңағыны миыммен жетіп, жан жақтан көп ақпарат жинағаннан кейін бүкіл аурудың енді неменесін себебін түпкі. Бұны мен ешқандай ғылыми бір немелерден тапқам жоқ та, кітаптардан, ғылыми. Енді аурудың себебі қайда дегенде, бірінші инфекция, бактерия, вирус, грибок, паразиттер, екіншісі стресс, үшіншісі улану тамақтардан, төртіншісі жарақаттану, и бесіншісі туа біткен нәрсе, туа біткен. Осы түп тамыры осы бесеуге әкеледі. Бірақ ол ары қарай адамдарға түсінік бермейді. Өйткені сіз ауырып қалсаңыз, бірде бір қарапайым адам, медицинада хабар жоқ адам, мысалы сен де ауырасың, болады енді өмір, әкең ауырады, шешең ауырады, адамда ешқайсысы мен неге ауырдым, бұл аурудың себебі қайда, мен сау жүр едім ғой деген сұраққа жауап іздемейді. Өйткені ойлайды, адам ағзасы өте күрделі, бұны мен қайдан білемін. Мысалы машинаның от алмай жатыр, біраз ары бері шұқылап көреді, болмағаннан кейін механик аппарат, компьютер қосылмай жатса, біраздан кейін программистік аппарат. Сол сияқты дәрігерге келеді. Соң дәрігер түрлі анализдерге тапсырады. Бұрын мен де ойлайтын, бір 100 түрлі, 200 түрлі анализ бар екен деп. Шынында қанша түрлі анализ бар? 10 мыңнан астам анализ бар. Сіз оны түгел тапсыруға уақытыңызда, ақшаңызда жетпейді, мүмкіндік жоқ. Сондықтан анализ ол тек қана болжам. Ал қанша ауру бар дегенде, мен ойлаймын 200, 300, 500 түрлі ауру бар саған дегенде, қанша аурудың түрі бар? 55 мың. 55 мың түрлі ауру бар. Сұмдық қой, ол дәрігердің соның бәрін білуі мүмкін емес. 55 мың түрлі ауруды миында ұстап отыру, 10 мың анализді миында ұстап отыру мүмкін емес. Соңғы мен барып түсіндім, дәрігерлерге шынында жаным ашиды. Егер мен де дәрігер болсам, алдына адам келді, қайдан білем? Мұнда келгендер айтады да, анда анализ тапсырдым, мұнда анализ тапсырдым, дәрігер таба алмай жатыр аурудың себебін. Сонда адамдар ренжиді, ол дұрыс оқымаған, ол топаспа деп. Сіз 55 мың түрлі ауруды жаттап алып, 10 мың анализдің көрсеткіштерін шашып тастайтындай, ондай әлемде жоқ шығар, ешқандай ғалым болсын. Сондықтан мен жаңағыны іздеп ақыры өзім келдім де айттым, жаңағы 5 себеп деп. Бағанағы этиологияда айтты ғой, инфекция дегенде айттым, зиян тамақ, шала ұйқы, аз қимыл, химиялық нәрсені тұтыну, оңай стресс. Осы 5-ге алып келдім. Соңын айтам, мысалы медицина профессорлар келді, ғылым докторлар келді, 30-40 жылдық тәжірибесі бар дәрігерлер келді. Келісесіздер ме дедім. Одан кейін залда мысалы келіп отырған 100 адам, 500 адам болсын, қайсысы ауру болса, солар соны айтады. Не мынадан, не мынадан, не мынадан. Жаңа 5-еудің. Не болмаса осы 2-еуінен. Сондықтан сіздерге де қазір лайфхак. Сіз ауырып қалсаңыз, осы 5-еуді 10 балдық өлшеммен өлшеп көріңіз. Сіз айтасыз, зиян тамақ көп жесеңіз 10. Ұйқыңыз жақсы болса айтасыз 0. Айтасыз, мен қимылым аз болса, онда 10. Егер химия, дәрі, темекі көп ішетін болсаңыз, онда да 8-10 деген сияқты. Егер стрессті көп жүрсеңіз, соны кеселдеп қоясыз. Осы тұжырыммен Изет сен келісе аласың ба?
Стрессті жаңағы 5 себебі бүкіл аурудың, жер бетінде бүкіл ауруды қазып келсе, түпкі себебі. Түпкі 5 себебі осыған келіп тіреледі. Иә. Негізі кез келген аурудың түбін қарасақ, бағанағы сіз айтқан 5 себептің әсерінен пайда болған факторлардың барлығы сол ауруға әсер етеді. Әкеп тіреуге болады. Иә. Сіз бағана айттыңыз ғой, осы аурудың түпкі себебімен айналысу керек деп ше. Сол сияқты бізде негізі медицинада бар. Ол шаралар профилактикалық деп аталады. Яғни аурудың алдын алу мақсатында жасалатын профилактикалық профосмотр дейді ғой. Профилактикалық қараулар және здоровый образ жизни, ЗОЖ деген арнайы программа бар бізде. Здоровый образ жизни. Яғни бағана профилактикалық осмотрдан өтеді, егерде біреуінде қан қысымы жоғарылау болса, немесе сахар, яғни толерантность дейді, глюкоз, яғни сахарный диабеттің алдындағы жағдай, предсахарный диабет дейді. Яғни сахары болуы мүмкін. Тур сол сияқты басқа ауруларда түрлері бар. Вот соларды біз жинап аламыз да, оларды группа риск дейді. Яғни соларды арнайы соларға бағдарлама, бағанағы здоровый образ жизни, яғни салауатты өмір салты. Яғни оларды ауруға жеткізбеу үшін қандай іс-әрекеттер. Оларға арнайы негіз бағанағы диета бар, арнайы жаттығулар бар. Сіз айтқан гиподинамия, бағана ұйқыны реттеу негізі оларда программаларда бар. Бірақ оны толық ұстанып жүрген қазіргі жағдайда адамдар өте кем. Даже бізде кейде болады семіздік, салмақ, артық салмақ, избыточная масса, даже семіздікке жеткен жоқ. Соның өзі келеді, біз оларды учетқа алмай тұр, бағанағы программаға енгіземіз. Сосын оларға арнайы программа жазамыз. Мына күні сіз мынандай тамақ ішуіңіз керек, бірақ өкінішке орай оны ұстамайды. Көп жағдайда ұстамайды да, сонымен ары қарай уже семіздік, ары қарай уже давление, сахар, былай айтқанда түбі бәрі ауруға, көп жағдайда ауруға алып келеді. Сол себептен біз бағана профилактикалық іс-шаралармен және ЗОЖбен айналысқандықтан, ол жерде сіздің бағанағы айтқан 5 себебіңіздің 4-еуі бар. Яғни стресс, депрессиямен басқа бағана 4 себептен біз айналысамыз, бірақ енді оны көп адам ұстанбайды. Қазіргі кезде шындығында да көбірек осы жолды насихаттау керек сияқты. Осы жерде маған бір қызық сұрақ болатын сияқты. Мысалға бізде дәрігерлер жасап жатыр, ол превентивный мера деп айтамыз ғой. Енді аурудың болмас үшін бізге айтып жатыр, мынаны жасасаң сен ауырмайсың деген сияқты. Бірақ бізде қалай, барлығы ауырған кезде уже сол кезде ғана келеміз. Мысалға сондай болмас үшін біз не дұрыс жасамай жатырмыз мысалға? Оған мен міне дәрігерге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі медицина, бұны дәлелді медицина, дәстүрлі медицина, паллиативный медицина, симптоматический медицина деп түрлі тілмен айтады, бірақ бәрі бір, яғни бір белгілі дәрілермен, таблетка, укол, система, болмаса ота жасау, болмаса қандай да бір физиотерапия, осы әдістермен емдейді. Осындай әдіспен емдеу изет, мысалы бүкіл жер шарында, бүкіл ғаламда, ұлттарда осыдан 200-500 жыл бұрын мүлде болған жоқ қой. Осыдан бұрын болған жоқ, осы химиялық дәрімен емдеу қашан пайда болды? 100 жылдан асты ғой? 100 жылдан асты. Иә. Міне, құрметті ағайындар, қараңыздар, осы қазіргі медицина, қазіргі емдеп жатқан тәсілдер 100 жылдан астам ғана уақыт болды. Одан бұрын 500 жыл бұрын, 1000 жыл бұрын, 5000 жыл бұрын жер бетінде адамдар өмір сүрді ғой. Бәленбай миллиард адамдар өмір сүрді. Ол кезде инфекция болды ғой. Бактерия, вирус, грибок бәрі болды. Солай ғой да? Олар қалай адамдар қырылып қалмай, дәрі болмай тұрғанда өмір сүріп жатты? Енді ол кезде иммунитетті көтеретін бағана факторлар болды ғой. Ол кезде мысалы ауаның тазалығы, жеген тамақтың табиғи болуы, и содан кейін бағана гиподинамия деңіз, ол кезде гиподинамия болмаған. Яғни әрдайым олар қимылда болған. Содан кейінгі себеп стресс-депрессия. Ол кезде стресс-депрессия болды, бірақ ол кезде қысқа мерзімді болды. Яғни стресс дейміз ғой. Сол себептен ол стресстің өзі негізі адамға пайдалы да, ол кездегі стресстер. Ал қазіргі кездегі енді дистресстер көбінесе, яғни ұзақ мерзімді. Сол себептен ауруларға көп алып келіп жатыр қазіргі кезде. Сол себептен бұрын кездегі адамдардың дені сау болу, бағана сіз айтқан себептерді, солардың әсерін, яғни иммунитеттері мықты болды. Иммунитет мықты болды. Яғни жалпы адамды емдейтін бүкіл зиянкестерден, бактерия, вирус, инфекциядан, патогеннен қорғап тұрған иммунитеті ғой. Қарсы тұратын және соларды жоятын сол ғой. Ал енді қазіргі медицина, қазіргі өзің енді 7 жыл оқыдың, 12 жыл жұмыс істедің, осы иммунитетті қалпына келтіруге қандай да бағанағы таблет, укол, система, болмаса ота жасау, басқа физиотерапиялар
адамның иммунитетін қалпына келтіруге септігін тигізе ме? Өкінішке орай қазіргі кезде мынау біз дәрілерді енді қолданамыз ғой, бірақ ол симптомдық, біз өз симптоматический лечение дейді, яғни аурудың белгілерін басады, уақытша басады. Бірақ параллельно қосымша бағанағы тамағын реттейтін болса, ұйқын реттейтін болса, стресске қарсы тұрып өзін реттей алатын болса, содан кейін бағана гиподинамия, қозғалыстар, соларды реттейтін болса, ода шанс көбірек болады дәріні тастап кетуге. Ол деген нәрсе мынандай нәрсе, мысалы обычно адамда гастрит болса, біз оған дәріні килограммдап берсек те ол жазылмайды. Яғни уақытша ремиссияға түсуі мүмкін. Оның емі, басты емі диета, өзі айтып тұр. Сол себептен біз ем жазған кезде, лечение береміз ғой, ем жазған кезде бірінші диетадан бастаймыз. Диета столб, әр ауруға негізі өзінің диетасы бар. Қалай тамақтану керек, қай уақыт, қанша мезгіл тамақтануына дейін жазылып тұр. Сол себепте ол обычно біз сол гастритті алдық, ол қанша килограммда таблетка бергенмен, ол бана диета сақтауды, диетаны реттемесе тамақты, ол керісінше ары қарай асқынады, язва болады, ары қарай сосын ол кровотить, перфорация болуы мүмкін, қанауы мүмкін. Сол себептен қазіргі кезде кейбір кісілер болады, енді дәрі іштім мен болды. Яғни тамақты, мысалы обычный сахарный диабетті де алсақ, келтірсек болады. Кейбір кісілер болады, инсулин алады, немесе таблеткасын алады бағанағы, сөйтеді оны ішеді, бірақ диетаны реттемейді. Кейбіреулер болады, даже өзім жағдайымда да болды, кейде ауыл жерде жұмыс істеген кезде бәрін танисың ауылда, осында столдың үстінде отырасың, кімнің қандай диагнозбен ауыратын білесің ғой. Сол себептен олар кейде жеген кезде менен қысылып, өйткені сахарный диабет болса оған тәтті жеуге болмайды деген сияқты, или давлениесі болса кофе ішуге болмайды деген сияқты қарап отырасың енді ол жерде. Сол себептен кейбіреулер бірақ енді бұзып отырады, нарушает вот именно диетаны. Сол кезде кейін приемға келген кезде ескертіп айтамын, сіз кеше тойда осылай ішіп едіңіз, жеп едіңіз, енді сіздің сахарыңыз көтерілмегенде, сіздің давлениеңіз көтерілмегенде енді қайда барады? Сол сияқты тек қана дәріге ғана шектеліп қоймай, бірінші бағана салауатты өмір салтын ұстанса, сол кезде кез келген адам сол аурудан құтылу мүмкіндігі көбірек болады. Ал егер де тек қана дәрі іштім болды, бәрі супер болады десе, ол бір кішігірім қателік. Енді менің ойымша біз осы 5 себеп туралы айтып жатырмыз. Енді кішкене болса да сол туралы қысқаша айтып кетсек деп ойлап жатырмын. Мысалға, ұйқы туралы енді біз айтатынбыз ғой, енді дұрыс ұйқы керек деген сияқты. Біз мысалға қазіргі уақытта енді әрбір жас қазақстандықты қарайтын болсақ, барлығымыз Инстаграмда, ТикТокта отырамыз. Мен жақында бір статистика көрген болатынмын, сода Турциямен бірге біз жалпы бірінші, екінші орында тұр екенбіз қолдану бойынша. Уақыттың күніне қателеспесем 5 сағат па сондай бір нәрсе. Әлемдік, әлеуметтік желіде отыру. Әлеуметтік желіден, сол себептен енді осыған байланысты бір медицина осыған байланысты не айтады? Мүмкін бір өзіңіздің бір кеңестеріңіз бар шығар осы уақытта. Қазіргі кезде енді шындығында да техниканың дамыған заманда цифровизация дейміз ғой, енді телефоннан шыны керек, қасымызда тұр ғой, даже телефон қазірдің өзінде, енді жұмыстың барлығы телефонмен байланысты болғандықтан біз бәрібір одан алыс кете алмаймыз. Бірақ сол себептен соны дұрыс қолдана білу керек та. Мысалы, сіз бағана ұйқыға әсерін айтып жатсыз, ол цифровизацияның, егер де ұзақ уақыт көретін болса, мысалы ұйықтаған кезде қалай? Негізі, егер де шынымен де адам жақсы ұйықтайтын болса, адамның ағзасындағы бағана қабыну процестері бар ғой, соған қарсы адамда гормондар бөлінеді. Сол гормондар қабыну процесті басады. Сол арқылы көп ауруға қарсы тұру қабілеті күшейеді, бағана иммунитет. И қабыну процестерін басамыз. Ал енді ұйықтаудың өзінің уақыттары бар, мысалы 10-нан кейін жату деген, енді ары кеткенде 11-де жатып, таңғы уақытта күнмен бірге таласып тұрмай, күн шыққанға дейін сағат сол 6-ларда тұрған дұрыс. Өйткені өзі түнгі уақытта ұйқыда бағана мелатонин дейміз, эндорфин дейміз, көптеген гормондар бөлінеді, яғни адам ағзасына өте пайдалы гормондар. Егер де біз соны алмасақ, дұрыс ұйықтамай, онда біз соның кесірінен көптеген ауруға шалдығамыздағына ары қарай уже бағанаға көптеген зиян. Яғни дұрыс ұйықтамау ол тек қана ағзаға ғана зиян болмайды, оның өмірінің қысқаруына, сол арқылы жұмысы, енді дұрыс ұйықтамаған адамда қандай көңіл күй болады. Сол себептен, яғни ол кез келген нәрсеге әсер етеді. И ол ұйықтаудың да өзінің негізі фазалары бар. Ұйықтағанда негізі терең фазасында адам үшін бір 3 сағат ұйықтаса жетеді. Не обязательно там 8-9 сағат ұйықтау,
Сол себептен именно сол фазаға түскен адам вот шындығында да ол көп пайда алды деп айта аламыз ұйқыдан. Сол үшін кешкі уақытта ұйықтардың алдында кемінде 1,5-2 сағат алдын мынау желілерден алыстаса. Содан кейін ұйықтайтын кезде телефонды алысқа қою керек. Кейбір жарықтар да адамға әсер етеді. Не үшін? Өйткені адамға көзге жарық түскен кезде ми ойлайды, значит тұру керек, ары қарай ояну керек дейді да, ағза оянады. Яғни кортизол бөлінеді, бағана гормондар бөлінген кезде ағза жұмыс істеуге дайын. Яғни босаңсы былай ұйықтауға емес, жұмыс істеуге дайын болады. Сол себептен ол ұйқының фазалары бұзылады. Сол себептен бұл ұйқыға өте көп мән беру керек. Енді денсаулығын түзеткісі келген адам ең алдымен ұйқыны дұрыстаумен айналысу керек. Мен бұл жайлы көп іздендім, өте көп сомнолог ғалымдардың еңбегін оқып шықтым. Сондағы менің айтатын кеңесім, көп айтады, ұйқыны дұрыстау үшін бір кезде жатып, бір кезде тұрсам дейді. Олай болуы мүмкін емес. Мысалы, сағат 10-да жаттап ұйықтаймын деп тырысасың, төсекте жарты сағат, 1 сағат ары бері аунап жатасың, ол саған керісінше көңіл күйің бұзады, стресске түсіреді. Сондықтан адам ұйқысы келген кезде, көзін ұйқы тығылған кезде жату керек. Жатқанда 1-2-3 минуттың ішінде ұйықтап кету керек. Бірақ бір уақытта оянып үйрену керек. Мен бір кезде осыны қалыптастырдым. Мен сағат 5:00-де 365 күн бойы 5:00-де оянамын. Сонда биологиялық сағатым мен қалыптасты. 5-ке 5-10 минут қалған кезде мен өзім оянып кетемін. Ұйқым қанып, сергек, миым альфа режимде тұрады. Соны тосам, бірақ таңертең қоңырау шыр ете түседі. Оғанға дейін кішкене бір ойланып, күнімді жоспарлап жатамын. Ал енді егер сіз сағат 12-1-де ұйықтап жүрсеңіз, түбінде бұл сазайыңызды береді. Түбінде 5-10 жыл бойы сол дұрыс ұйықтамау, ақыры мелатонин жетіспейді. Ағзада түнде ол ағза өзін-өзі емдейді, реттейді. Ұйқысы дұрыс емес адамдың ағзасы реттелмейді деген сөз, емделмейді деген сөз, жөнделмейді деген сөз. Не істеу керек? Бір уақытта тұрып үйрену керек әбден. Егер сіз түнгі сағат 1-де 2-де ұйықтайтын адам болсаңыз, сағат 5-те қоңыраумен атып тұруды үйреніңіз. Ол үшін мынандай жаттығу жасайсыз. Үйге келгеннен кейін күндіз, мысалы кешкі сағат 5-6 кезінде төсекке шешініп жатасыз, қоңырауды қойып қоясыз. 5 минуттан кейін шыр ететін деп. Жатасыз, көзіңізді жұмып ұйықтаған адам сияқты. Қоңырау шыр ете түскен кезде адам атып тұрып кету керек. Рефлекс қалыптастыру керек. Өйткені таңертең сен ертең ерте тұрамын деп ойласаң, қоңырау шыр еткен кезде мына жақта хайуан миың, бейсанаң айтады, шаршадың ғой, ұйқың қалған жоқ, жарайды, бүгін тұрмай-ақ қой, ертең тұрасың, ерте тұрғанда не істейсің деп сылтауын айтады. Ал бейсана біздің хайуани миымыз, саналы миымыздан миллион есе күшті. Сондықтан ол басып кетеді. Сондайға жеткізбеу үшін, жаңағы сайтан сыбырламау үшін, қоңырау шыр еткенде тұрып кетесің, барып бет қолын жуып келесің, бір 20 минут, 30 минуттан кейін қайтадан сол жаттығу жасайсың. Соны істеу арқылы. Сосын 10-20 рет жасағаннан кейін рефлекс пайда болады. Сағат 2-де жаттың, сағат 5-те қоңырау шыр еткенде тұрып кеттің, барып жуындың. Сол күні түнде сағат 12-де ұйқың келе бастауы тиіс. Келмесе, екінші күні тағы да 1-2-де жаттың, сағат 5-те тұрып кеттің. Үшінші, төртінші күн сен қаласаң да, қаламасаң да сағат 10-ға ұйқың келе бастайды. Сол кезде жата қаласың. Сонда адамның уақыттары бұзылып кеткен, сағат 2-ден сағат 7-8-ге дейін ұйықтау. Осыны қалпына келтіріп аламыз. Сағат 10, 9-10-11 кезінде ұйықтайсың, бірақ бір уақытта тұрасың. Көзің ұйқы тығыла бастағанда кітап оқисың, 2 беттен кейін жатып қалу керек. Сондықтан мен айтатыным, денсаулықты дұрыстауды, ұйқыны дұрыстаудан бастау керек. Тағы бағана сіз айтқан кезде есіме түсіп кетті, ұйқы мәселесінде жапондықтар ғылыми зерттеу жасаған. Бағана бір уақытта жатып ұйықтау бар ғой. Мысалы 2 топ адамдар жинайды. 2 топ адамдар жинайды да, біреуі график бойынша ұйықтайды. Олардың графигі бағанағы 10-нан бастап таңғы 6-ға дейін болады. Ал екіншісі интервалды. Яғни олар әр 4 сағат сайын, 5 сағат сайын, жарты сағаттан, 40 минуттан, 1 сағаттан ұйықтап отырады. Яғни олар нені дәлелдеді? 2 әдістің де пайдасы бар екенін дәлелдеді. Сол себептен олар жұмыс уақытысында, ортасында 15 минуттық, 20 минуттық ұйқыны енгізді. Сол арқылы олар жұмыстың эффективность дейді ғой, жұмыстың нәтижелігін арттырды. Сол себепті кейбір бағана жолда жүрген кісілерге постоянно, мысалы, самолеты бар или там пойыздағы көп қой, КамАЗ айдайтындар, соларға осы именно екінші әдісті қолданса болады, интервалдық ұйқы. Мен де өзім оны қолданамын. Түскі кезінде қазақ айтады ғой, көзіңді іліндіріп ал, көздің шырмын алып ал дейді. Мен бірақ 30 минуттан асырмау керек. Мен сол 25-30 минут күндіз жата қалам. 30 минут ішінде ұйықтап тұрсаң, түнгі бір 2 сағаттың ұйықтап тұрғандай тынығып тұрасың. Кейбірлер енді біз байқайтынымыз, мысалға ұйқы туралы айтып жатырмыз, дұрыс тамақтану туралы айтып жатырмыз. Кейбіреулер енді
жатар алдында тамақтанады. Енді бұл да бір қателік сияқты. Сол енді осы тамақтануға байланысты және де осының ұйқымен бір байланысы ма, соған байланысты бір өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз. Тамақтану мәселесінде негізі тамақтану өзінің уақыты бар, және әр уақытта таңғы уақыт қандай тамақ ішу керек, түскі уақыт және кешкі уақыт. Ал кешкі уақытта бағанағы ұйқыға жақын уақытта жейтін болса, оны тамақты қорытылып үлгермейді ағза ұйықтағанға дейін. Сол себептен адамның ағзасына, адам миы толық ұйықтамайды, былай айтқанда, иә, расслабиться етпейді да. Ол да яғни ұйқының бағанағы фазасы кешігеді. Адам ойлауы мүмкін ұйықтап жатырмын деп. На самом деле көз жұмылғанмен іштегі процесс жүріп тұрады. Сол себептен ол керісінше ұйықтауға кіріскен адамға керісінше стресс, яғни ағзасына стресс. Сол себептен жатардың алдында кемінде 3 сағат алдын тамақтану кеңес береміз, және кешкі уақытта ауыр тамақтарды жемеу. Оны керісінше таңғы уақытқа қою. Вот сол егерде біздегі рационда бізден үйреніп қалғанбыз, бәріміз жұмыстан кейін келеміз, таңғы уақытта жұмысқа асығып кетеміз, иә. Сол себептен таңғы асымыз бізде құнарсыз. Сол себептен менің ұсынысым мынау 2 уақытты ауыстыру. Кешкі уақытты таңға, таңғы уақытты кешке. Сосын айтады оны кешкі тамағыңды дұшпаныңа бер деген. Яғни ол деген сөз кешкі уақытта ауыр тамақ жесе керісінше зиян. Бұл түнімен енді ас қорытуға ми міндетті түрде қатысады. Яғни сен кешкі тамақ салып алғаннан кейін асқазанында қорытылды, ол 12 шекке кетіп әбден қорытылғанша түнімен миың жұмыс істеп кетеді, таңертең быт-шыт болып оянасың деген сөз. Мен өзім былай қалыптастырдым. Аутофагия деген тәсіл бар, 16 сағат тамақ ішпеу. Мен таңертең дұрыстап тұрып тамақ ішемін. Құйрық май жеймін, сары май жеймін, жұмыртқа, қарымды тойдырып. Түсте де дұрыс тамақ ішемін, сағат 1-2-де. Кешке менде енді қиын болды басында. Кешкі тамақ ішкім келіп тұрады, әбден үйреніп қалған. Содан кейін мен ұйғыр ағайындардың әткен шайы деген шай бар. Кешке келгенде жұбайым айтады, неше әткен шай деп, бір ай бәленбай уақыт болды. Яғни қою сүт қатқан шай, соған бір үлкен қасықпен сары май салады, содан кейін тұздай адамда электролит терлеген кезде жүргенде кетеді екен, соны қалпына келтіреді. Соны ішіп алсаң қарның ашпайды. Ол қою тамақ емес, кәдімгідей кешке стресс жоқ, тамақ ішкің келіп тамақты іздеп тұрмайсың. Есесіне ұйқың керемет жақсы қанып тұрады. Сонымен мен 2 уақыт тамақ ішуді үйрендім. Стресс те жоқ, қарын да ашпайды, салмақ та түскен жоқ. Осы тәсілді сіздерге істеп көруді ұсынатын едім. Және сіз бағана айттыңыз ғой, азанғы уақытта құйрық майын жеймін деп. Негізі көп кітаптарда оқыдым. Таңғы уақыттағы бағанағы именно май бар ғой, құйрық майдың жегеннің өте көп пайдасы көп екен. Өйткені основной өтті негізі таңғы уақытта бөлу керек екен. Вот сол кезде адамда ас қорыту процесі жақсарады. Сосын бағана гастрит болсын, язва, герб дейміз, гастроэзофагальный рефлюкс. Сол ауруларға және іш қатуға, және ұйқы безі мен өт жолындағы ферменттердің бөлінуіне тікелей пайдасы бар екен. Біз негізі көбінесе майлын жеме дейміз, ол майдың өзінің пайдалы майлары бар да, тур сол сияқты, сол майдың ішіне бағана құйрық майды келтірсек болады. Яғни ол даже іш қатудан да арылуға болады солай. Сол себептен таңғы уақытта қорықпай құйрық майын егерде жеймін десеңіздер, жеуге болады. Дұрыс тамақтану жайлы мен мынандай бір өз басымнан тәжірибемен бөлісіп кеткім келеді. Бір кездер мен аутофагия ұстандым, таңертең тамақ ішіп, түсте ішіп, кешке жоқ, керісінше таңертең тамақ ішпей түсте ішетімін, кешке ішетімін 2 уақыт. Көп сол ғалымдардың еңбегін тыңдап жүрдім де, қараймын, бірақ кешке қалай да қарның ашқаннан кейін көбірек жеп қоясың. Содан кейін мен 2 уақыт тамақтандым, таңертең түсте. Содан кейін диета сақтау жайлы мен бауырымда мәселе болып, Ресейде мына Мазгутов деген атақты дәрігерлердің бірі, Германияда 10 жыл жұмыс істеген, енді ең танымалдардың бірі. Сол бауырды бойынша соның курсын қарасам, бір профессор бар, 2,5 миллион теңге екен. Соны төледім, одан кейін бүкіл анализдерін жібердім, одан кейін бір консилиум жасады, қарасам, ешқандай нақты ештеңе айта алмайды. Тек қана диета, тарелкаңды жібер, күнделікті түскі тарелкаңды фотоға түсіріп жібер дейді. 2 аптадан кейін айттым, түкке керек жоқ, маған сол консультация берген ақшаны алып қалаған қайтарып беріңдер деп. Олар қайтармаймыз деп, ақыры мен қайтарып алдым. Енді мен өзім мынаны ұстанамын. 3 нәрсе, бүкіл диета мен үшін 3 нәрсе. Біріншісі бүкіл қант және қант қосылған тамақтардан бас тарту. Қанттың өзін мен үйленгеннен бастап қолданбаймын.
құм қантты да, қатты шақпақ қантты да. Содан кейін қант, қай жерге қант қосылды, сусындарға, тамақтарға, ешқайсысын, печенье, торт, пирожныйды мүлде бас тарттым. Айтам, ата бабам қант жеген жоқ, онсыз да. Глюкоза керек болса, мен жеміс жидек, кептірілген жеміс жидектен аламын. Екіншісі неден бас тарттым дегенде, дайын тамақ. Колбаса, неше түрлі полуфабрикат дайын тамақтардан мүлде бас тарттым. Үшіншісі наннан бас тарттым. Ең қиын осы болды. Наннан бас тарту үшін мен алдымен кепкен нанға көштім, сухарик. Сөйте нанды мүлде жемеймін деп айта алмаймын. Нанды 10 есе азайтқан шығармын. Мүлде аз мөлшерде ғана жеймін. Болды. Өйткені нан деген ол бір кездері мен есімде, терезенің жақтауын біз газет кесіп алып, соған қамырмен желім дейтіміз, бір жыл бойы тұратын. Не болмаса бір матаны кесіп алып. Өйткені ол желім екен. Глю деп айтады. Глютен ол кәдімгі желім. Сол үнемі жей бергеннен кейін асқазандағы бүкіл мәселені туғызатын сол. Сондықтан қаласаңыз да, қаламасаңыз да наннан бас тарту керек. Кейбір айтады, біздің ата-бабамыз нанды қадірлеген, нанның қоқымында дейін жеген, дастарханға бірінші нанды қоятын деп. Соған менің беретін жауабым, ешқандай ата-бабаң түйесіне, жылқысына соқасын артып алып, егін егіп жүрген жоқ. 3 ай жайлауда болады, күзеуге түседі, күзеуден қыстауға, қыстаудан көктеуге түседі. Қай уақытта егінді егіп, оны орып жинады. Ол кейінгі отырықшыларға келгенде ғана нан пайда болды. Бешбармақ деген сөзді кейін пайда болды. Ал енді мен Қытайда 4 жыл тұрдым, 1,5 миллиард Қытай мүлде нан жемейді десе болады бізге қарағанда. Ата-бабамыз да жемеген. Сондықтан наннан бас тарта алсаңыз, бұл керемет, әсіресе ақ наннан. Мен айтпақшы жаңа тамақтану туралы дұрыс емес тамақтануға байланысты айтқаннан кейін есіме бір нәрсе түсіп кетті. Кейбір кезде тамақ ішкеннен кейін бір өзімізде байқаймыз ғой, бір ұйқы келеді, бір шаршап қалады екенсің да, соны байқайтыным. Сосын мен тағы бір статья оқыған болатынмын. Ол жақта айтылды, жалпы егер де демалғың келсе, онда бір орында барып жатпа, керісінше қозғалыс жаса деген сияқты. Сол менен осы біз айтқан себептеріміздің 5 себептің бірі жаңа аз қимыл деп айттық қой сол. Иә. Сол енді осы аз қимылға байланысты жаңағы айтқан ой, демалғың келсе қозғал деген. Ол қаншалықты медициналық түрде шын, әлде миф пе екенін сол туралы бір ойыңызды айтып кетсеңіз. Шындығында да негізі көпшілік біледі ғой, тамақ ішкеннен кейін кемінде 30 минут немесе 40 минут қозғалу керек. Яғни ол жүру керек деген сөз. Өйткені асқазан негізі процесс қалай? Біз демалған кезде де ауа барады, және суда ішеміз и тамақтанамыз, иә. Бұл айтқанда асқазанды кейбір кісілер 3-ке бөліп қарастырады. Яғни сен тамақ ішкен кезде 3-ке бөліп қарастыр дейді. Яғни бір бөлігінде тамақ болу керек, бір бөлігінде су, бір бөлігінде ауа. Өйткені біз демалған кезде ішке де барады, ауа. Сол себепті тамақты толық тойып жегеннен түк пайдасы жоқ. Өйткені ол көп жесең, әжетхана көбірек барасың дейді ғой, соны бекерге айтпаған негізі. Сол себепті ол сіз көп жегенмен керісінше соны қорыту үшін ағзалар шектен тыс бағана ферменттерін бөледі, ыдырату үшін оларды. Сол себептен ол ағзаға керісінше көбірек күш түсіреді. Сол себептен бағанағы көп ұйқыға тартатыны или көп қозғалмайтын содан. Ал егер де ол белгілі мөлшерде жейтін болса, ол кезде керісінше ол жеген тамақтан пайда болады. Мысалы, мынандай нәрседе кез келген фильтрде болады, фильтрге көп су құйып қойсаң, ол фильтрдің астындағы фильтрдің тесігіне байланысты астына қарай су өтеді. Яғни қаншалықты жіңішке болса, фильтр соншалықты су жай өтеді. Біздегі асқазан ішек жолдарындағы сіңіру процестері де солай. Яғни біз көп тамақ ішкенмен ол неден барлығы сіңіріліп кетеді деген сөз емес. Бұл айтқанда ол біздің ағзамызға күш. Сол себептен тамақтан кейін жүргенді әдет қылған дұрыс. Егерде кейбір адамдар айтуы мүмкін, домда тұрамыз, біз қалай жүреміз, или қыстың уақыты сыртқа шыққанға ерінетіндер болады. Сол себептен үйде кішігірім бағанағындай отырып жасайтын жаттығулар бар, немесе кейбіреулердің бала-шағалары болады, сол бала-шағалармен бірге ойындар бар арнайы. Яғни жарты сағат 40 минут ол керісінше плюс, яғни өзің бала-шағаң уақытыңды бөлесің деген сияқты. Сондай әдеттерді қалыптастырса, ол бір керемет болады. Негізгі тамақ іше салып адам ұйқысы келетін себебі біз тамақты толық шайнамаймыз. Ас қорыту процесі негізі ауызда басталады. Түрлі ферменттер, лизоцим, ауызда қорыту басталады. Біз 2 рет шайнап ары қарай жұта бергеннен кейін ол кесек болып түседі да,
асқазанға қорытуға өте көп күш кетеді. Сондықтан 30 рет шайнап, фельдшерист дейді ғой, соны әдетке айналдыру керек әбден. 30 рет шайнап жеген кезде бірінші ас ауыздан қорытылады, екіншісі ол жентектеліп түседі, жентек болып түседі, асқазан қорытуға оған өте жеңілірек болады. Үшіншісі артық тамақ жеп қоймайсың. Өйткені асқазанға тамақ түскеннен кейін 15 минуттан кейін барып миға сигнал барады, асқазанға тамақ түсті деп. Сонда 30 рет шайнап, баяу шайнап жеген адамның қарны тезірек, екі есе тамақ аз жейсің, тамақ жақсы қорытылады. Үшіншісі әрине сол кезде ұйқыңда келмейді, адам тез. Ал енді ұйқы басқысыға басып жатқан адамның тұрып қозғала қоюы қиын. Өйткені тамақ жегеннен көзің ілініп тұрғаннан кейін хайуани миың айтады, көзіңді іліндіріп ал, бір жарты 30 сағат көзің ілінеді, кекіріп тұрасың, өйткені өт дұрыс жүрмеді, асқазандағы ас қорытылмады, батады. Сондықтан 30 рет шайнап жейтін болсаңыз, соңын тамақты жеген кезде психикалық энергияны да жұмсау керек. Сен не жеп отырсың, оның иісін, дәмін сезініп, шайнап, сүйсініп, телефонды ашып қойып, көп сөйлеме, сол назарың тамаққа салып жесең, сен аз тамақ жейсің, және ол тамақ сіңімді болады. Иә, жалпы өте жақсы кеңестер бердіңіздер. Енді біз 5 себептің 3-еуін талқылап шықтық. Стрессті енді 5-ші қылып асықпай талқылайық. Енді 4-ші себеп ол бізде химиялық заттар, енді жалпы дәрі-дәрмектер. Енді осыны жалпы бастаған болатынбыз осыдан бастап. Енді біз айтып жатырмыз ғой, жаңа осы дәрі-дәрмектердің шыққанына жалпы 100 жылдай болды деп жатырмыз. Енді өзіңізде де бір жағынан бір мойындайтын да шығарсыз, ол енді аурудың болған последствиялармен енді сонымен күреседі. Бірақтан енді солардан қашық болу үшін, енді олардан ең соңында дәрі-дәрмекке көшпес үшін біз не жасағанымыз дұрыс? Мысалы, медицина ол жағынан қалай түсіндіреді мысалға? Мен мынандай сұрақ қоятын едім дәрігерге. Бізге фармацевт дәрігерлер көп келеді. Фармацевт деген аптеканы жұмысын ұйымдастыратын, сонда жұмыс істейтін, дәрімен жұмыс істейтін адамдар. Сонда көбі мойындайды, мен солардан тікелей сұраймын. Осы дәрі сіз сатасыз, 20-30-40 жыл бойы дәрі сатып, өзіңіз ішесіз ба дегенде, өзім ішпеймін, туыстарыма да бермеуге тырысамын дейді. Онда халыққа қалай сатасың десе, енді дәрігерлер жазып береді, медицинаға бүкіл қарсы шықпаймын ғой деп. Енді медицинаны толық халық ойлап қалуы мүмкін, мына Ахметбек Нұрсила медицинаға толық қарсы, оны түгел жоққа шығарады деп. Ол үшін ақымақ болу керек. Әрине медицинаның жақсы, пайдалы жақсы да өте көп. Бірақ осы таблетка, укол, система, осы нәрселерді кім изет, сен әке-шешең бар ғой, әке-шешеңе сен ұсынасың ба? Бәрібір саған жұбайың бар, сенен кеңес сұрайтын шығар, мынаны ішейін ба, ішпейін ба деп. Өзің тұтынасың ба, шындығын айтсаң? Мендегі басты мақсат барынша бермеуге тырысам. Дәріні бермей, керісінше бағанағындай табиғи методтармен емдеуге тырысам. Бірақ енді ауру болғаннан кейін кейде болады, мысалы қатты бір жерің ауырып тұрса, шынында енді обезболивающий ішу керек. Қатты қиналып, шыдамай жатқан кезде. Бұл кезде уже вариант жоқ. Бұл деген сөз, мен оны былай айтқым келетін еді. Мысалы бізде дәрігерлер бағана айттық қой, көп аурудың түрлері бар, сол себепті бізде бүкіл ауруды бір дәрігер білмегендіктен бізде узкий профиль деген болады, узкий специалистер, яғни гастроэнтеролог болсын, кардиолог, невропатолог, сол сияқты бөлінеді. Ал енді әр ауруға байланысты әр специалист өзінің дәрілерін жазып береді. Яғни біз дәріні симптоматикалық емдейміз. Бағанағы пайда болған симптом белгілерді басушы, яғни ремиссияға дейін сол дәріні ішеді. Ол деген сөз, енді мысалы енді мынандай нәрсе, бағана айттым ғой, мен кейбір таныстарым дастарханның басында отырса қысылады менен, өйткені енді мысалы сахары бар адам не жемеу керек екенін біледі, жақсы біледі, даже бізден де жақсы біледі, бірақ бұзады. Қанттың арасын тортында ауыз тигенге тұрған ештеңе жоқ деген сияқты. Ол деген сөз, яғни ол кісінің сахары көтерілсе, мысалы давлениенің өзінің последствиялары бар, сахардың өзінің ары қарай асқынулары бар. Енді ол кісі бағана диетаны ұстамаса, сахар көтерілсе, ол ары қарай уже комаға кетеді, болмаса асқынулар, бағана гангрениясы бар, аяқ көптеген асқынулар қалып келеді. Яғни ол кісінің өмірі демек қысқарады асқынулардың әсерінен. Енді бізде ол кісі бізге келгендіктен бізде вариант жоқ қой.
Енді ол кісі диетаны ұстамай қант көтерілгендіктен біз ол кісіге диетаны ұста деп айтамыз, бірақ енді ол кісінің өзі де біліп тұр. Сол себептен біз енді басқа вариант жоқ, амалсыздан оны беруге тура келеді. Яғни біз уақытша оның қантын ұстап тұруға тура келеді, бағанағы давлениесін ұстап тұрған сияқты, чтобы ол кісі ары қарай бағанағы салауатты өмір салтын ұстанып, диетасын, ұйқысын, өйткені қант диабетін тек қана диета бұзу ғана алып келмейді ғой. Сол себептен бізде бағанағы вариант дәрі арқылы ол кісінің бағанағы белгілерін ұстап отырамыз. Яғни қант көтерілсе оны түсіреміз, давление көтерілсе түсіреміз. Ал оны жасамасақ асқыну болады. Былайша айтқанда кез келген адам мысалы келген кезде дәрігерге екі жол бар. Дәрігер оған айтады. Егер сен мына мысалы жүрек талмасынан шұрағың келмесе, мына қан қысымын түсіргің келсе, қантыңды түсіргің келсе, басқа да язваңды емдегің келсе, екі жол бар. Біреуі мына дұрыс тамақтан, диетаны ұстан, сол кезде қимылда, сол кезде сен химиясыз жазылып кетесің дейді. Екінші жолы сен сол зиянды нәрсені істей бер, бірақ амалсыз соны мынаумен дәрімен химиямен басып отырасың дейді. Сонда өкінішке қарай адамдар бірінші жолды емес, табиғи жол емес, екінші жолды таңдайды. Өзін өз қастандық жасайды, сол қастандықты енді басу үшін дәріге жүгінеді. Былайша айтқанда таза енді адамның осалдығы, адамның таза ақмақтығы. Былай қарағанда, сондықтан адамның өзі кінәні өзінен іздеу керек, бірақ бұл жағдайды мен білем, бас тарту неге қиын, біле тұра өзін өзі, мысалы темекінің қорабын мен үнемі көрсетемін, сонда жазылу тұрады. Азапты өлім, мучительная смерть, қант диабеті, инфаркт, инсульт, онкология, тіпті импотент деп жазылу тұрады. Жап-жас жігіттер жаңағы темекіні тартып жүреді. Көз ашып көріп отыр, өз ақшасын өзі сатып алып жатыр. Қарсы тұра алмайды адамның осалдығы. Оны нәпсі деп айтады ғой. Сондықтан дәрігер оның нәпсісін жойып жібере алмайды, айтады. Мынамен қастандық жасайсың өзің. Содан кейін мынамен емдейсің. Ақшаны шығарып, денсаулығын құртып. Адамды таңдағанда жеңіл жолын таңдайды, нәпсісіне ілесіп, тамақты тойып жеп, тәтті тамақ жеп, темекі тартып, ауырып, содан кейін дәрімен емделіп алам деген бір қиял, иллюзия бар. Бағана сіз айттыңыз ғой, нәпсі деп ше. Шындығында да, мысалы қарапайым мысал, бәріміз енді халықтың арасында жүргеннен кейін тамақты жеп болғаннан кейін барып қорыту жолын ойлайды. Айтады, тамақ жақсылап жеп алайын, артынан кола іше саламын. Немесе мизим іше саламын, болмасам. Солай жеңіл құтылғысы келеді. Бірақ ол шешім емес негізі. Ал бағанағында диетаны ұстап, азында уақытылы тұрып, салауатты өмір салтын ұстап жүру үшін адамға үлкен ерік жігер керек. Ал ол ерік жігерді ояту үшін адамда басты құндылығын анықтап алу керек деп ойлаймын. Өйткені біз денсаулық басты байлық деген мақал біз үшін жай жаттанды бір тақпаққа айналған сияқты. Соны өмірімізге егер де сіңіретін болсақ, шындығында да байлық бірінші денсаулық болатын болса, біз сонда әрбір жеген тамағымыз үшін, әрбір жасаған іс-әрекетіміз, қозғалысымыз үшін есеп беретін едік. Абай атамыз да бекерге айтпаған ғой, әр ай сайын немесе апта сайын ең болмағанда күніге кешке есеп алып тұру керек деп. Сол себептен бұның несі бағана ерік жігер и құндылықты анықтау. Шындығында мен келген адамдарға айтам, бәрі енді ерік келмейді, денсаулықпен мәселе болғаннан кейін келеді ғой. Сізге ауру аспаннан ешкім жіберген жоқ. Қастандық жасап, сізге бұл ауруды ешкім егіп кеткен жоқ. Бүкіл жаңағы ауруыңыз сіздің жаман әдетіңізден. Осыны тыңдап отырған сізге айтам, егер бір жеріңіз ауырып жүрсе, бұған ешкім кінәлі емес, сіздің жаман әдетіңіз. Қандай жаман әдет? Зиян тамақ, шал ұйқы, аз қимыл, химия тұтыну, стресс, депрессия. Ол да әдет. Стресс, депрессияны 5-ке бөлуге болады. Стресс қайдан келеді дегенде 5 түрлі нәрседен. Өткенге өкіну, болашақты уайымдау, біреуге ренжу, біреуді қызғану, үрей. Осы 5 нәрсе стресс әкеледі. Бұл сіздің жаман әдетіңіз. Ал жаман әдет, адам неге жаман әдет өзіне өзі қастандық жасайды десең, бұл адамның ерік жігерінің осалдығынан. Ең үлкен нәрсе ерік жігерді шынықтыру. Ерік жігер деген не? Осы кезде сұрақ туындайды. Ерік жігер мықты адам істемеймін деген нәрсесін істемей қояды. Айтты, бітті, үзді, кесілді. Темек тартпаймын, арақ ішпеймін, тәтті жемеймін, телефон қарамаймын деді.
болды, айтты, соны орындайды ержігер мықты адам. Бірақ ондай мыңнан біреу. Ал істеймін деген нәрсесін істейді. Мысалы таңертең 5-те тұрам, күнде спортпен айналысам, тыныс алам, суға түсем, дұрыс тамақтанамын деп айтты, істейді. Бірақ оны істей қоятын мыңнан біреу. Сондықтан біздің жан мен тәннің негізгі біздің міндетіміз, негізгі біздің адамдарға үйрететініміз жаңағы ерік жігерін шынықтыру. Ерік жігері шыныққаннан кейін адамның ағзасы өзін өзі реттеп алады, оны гомеостаз деп айтады. Енді мына жерде дәрігер түсіндіріп беріп кете алады деп ойлаймын да. Гомеостаз деген кез келген тірі организмнің өзін өзі реттеп, өзін өзі жөндеп, өзін өзі емдеп алуы. Иә. Былай айтқанда автоматты түрде дейді ғой. Ол сыртқы және ішкі әсерлерге байланысты ағза соған бейімделеді. И іштегі процестерді реттеп отырады. Мысалы, қарапайым сыртқа футболкамен шықсаңыз қыстың күні, сырттағы суыққа температураға байланысты ағза өзінің температурасын көтереді. Көрдіңіз ба? Тур сол сияқты, мысалы, ол процеске нені келтіруге де болады? Қарапайым бір жерімізді кесіп аламыз ғой. Кесіп алған кезде бүкіл қанды ұйытатын бағана тромбоцит сияқты қанның элементтерінің барлығы сол жерде жиналады да тромб түзеді, чтобы қан ағзадан артық шықпау үшін. Өйткені ол да қан гиповолемический кейде шок болады, иә. Сол себептен былай айтқанда ағзадағы кез келген процессті реттеу процесі сіздің айтқан бағана гомеостаз процесі. Оны қарапайым мына өсімдіктеріне де байқауға болады да. Мысалы, бір өсіп тұрған бір шөптің бұтағын жұлып бір сынық баса, ана жер қара қотырланып өзін-өзі емдейді. Мысалы, талдың біреу балтамен шауып кетеді, бір бұтағы сындырып кетеді, анау өзін-өзі емдеп, ана тал қайтадан өсіп кетеді. Оны ешкім емдеп жатқан жоқ. Ана тірі нәрсе өзін-өзі емдеп жатыр. Біз бала кезімізде, осы 50-ден 60-дан асқан адамдардың бәрі айтады, ауылдағы өскен адамдар көшеде жүрген кезде аяғын кесіп кетсе, үйге келмейсің, үйге нетсең таяқ жеуі мүмкін, соны топырақ себе саламыз. Содан кейін өзінен-өзі анау қарға отырланып жазылады да кетеді. Неге ол іріңдеп кетпейді, неге ол шіріп кетпейді? Өйткені ағза өзін-өзі ремдеп алады. Гомеостаз деген тепе-теңдік. Мысалы, қан қысымы жоғары болса, өзі ағза түсіріп алуға тырысады, егер дұрыс болса. Төмендеп кетсе көтереді. Дәл сол сияқты температура болсын, асқазанның қышқылдылығы болсын, ол қанша мың параметр бар, ағза гомеостаз деген тепе-теңдік ұстап отырады. Былай ауыстырмайды, былай ауыстырмайды. Тек қана соған адам өзі зиянны тигізбеу керек. Сонда ағза бүкіл ауруды өзі реттеп емдеп алады. Жүрек қағысы болсын, асқазан, өт бөлу, кез келген нәрсе бұзыла бастаса ағза реттей қояды. Ағза ана 1 секунд кескпей істеп тұратын сағат қой. Сол сияқты ағза өзі істеп тұру керек. Оған сырттан ешқандай көмектің қажеті жоқ. Зиян тигізбесең болды. Жаңа 5 нәрсемен біз зиян тигіземіз. Соны ана зиянды тигізбесең, ағза өзін-өзі реттейді, кез келген ауруды ағза өзін-өзі емдеп жазады. Мына иммунитеттің құдіретімен. Сондықтан бізге келген кезде кейбір әлемде емделмеді деген, тіпті анау Кореяға, Израильға, Европаға, Түркияға барып келіп жатқан адамдар бар. Солар таңғалады, бұл ненің құдіреті, сол бұлар немен бақсы ма, кім деп. Мен айтамын, менде ешқандай қасиет жоқ. Менің бойымда. Бұны сізді емдеп жатқан біз үйреттік, ағзаға зиян тигізбеу. Табиғат, иммунитет екеуі қосылған кезде, жаңағы 55 мың түрлі аурудың кез келгенін өзі реттеп алады ағза. Барлық пәле біз соны бұзып тастаймыз. Иә, шындығында да бағана сіз айтқан системаның бұзылмауына барынша жағдай жасау керек қой. Шындығында да қазіргі кезде енді бір қуантарлық жағдай, қазіргі кезде біздің Қазақстанның өзінде де жерлерде банағы шөппен емдеу болсын, әртүрлі жаттығулардың түрлерін жасау сияқты дәрігерлер де соларды көп насихаттап жатыр. Бұл негізі қуантарлық жағдай. Өйткені біз халықтың денсаулығын жақсартуға тырысуымыз керек та. Яғни соған бір кішігірім өзіміздің үлесімізді қоссақ, ол бір біз үшін ең үлкен жетістік деп ойлаймын, осы салада жүргеннен кейін. Өйткені қазіргі кезде шындығында да мынау дәрі деген нәрсе, алдында айттым ғой, дәрі қазір тек қана аптекада ғана қалған жоқ. Ол аптекадан былай қарай біздің үйдің ішіне, дастарханның басына, яғни төрге шықты. Қазір кез келген телевизордың алдында болсын, дастарханда, асханада, даже ұмытып кетпеу үшін асханада, тамақ істейтін жерде, көп жүретін жерге қойып отырсамыз, ұмытып кетпеу үшін. Яғни ол деген сөз
ол біздің төрімізге шықты. Қазіргі кездегі мынау байқаймын, домдардың астында бұрын магазин салуға адамдар тырысатын. Қазіргі кезде қарасам, сол магазиннің қасында обязательно аптека. Яғни мынау қазіргі кездегі медицина орталықтарының көбеюі және осы дәріханалардың көбеюі бұл аурудың көбейгендігіне тікелей дәлел. Біз енді адам табиғаттың бір бөлшегіміз ғой, табиғаттың төл баласымыз. Тек қана дәрі емес, химияға мысалы темекі, түрлі бір ұзақ мерзімді сақталады, химияның күшімен сақталатын тамақтарды жатады. Мысалы біреуге қарны ашып отырған адамға целлофан пакетті үгітіп ұн жасап, содан көз жасап берсең, ол оған тамақ болмайды. Өйткені ол табиғаттық емес. Табиғаттан талдың тамыры, тағы бірдеңкені жасап берсең, ол қалай да талға жау адамға тамақ болады да, табиғаттың біз бөлшегі болғандықтан. Сондықтан дәрі болсын, темекі болсын, басқа химиялық заттардың болсын, ол бөгде нәрсе. Ол адамды ағзасын улағаннан басқа ешқандай пайдасы жоқ. Бірақ өкінішке қарай адамдардың миында осылай тәуелділік пайда болады. Ең үлкен қиын нәрсе сол тәуелділіктен құтылу. Ал мен кейінгі 30 жыл бойы психотерапия, психологияны оқып, 7 жыл бойы мына нейробиологияны оқығандықтан тәуелділік мидың қай жерінде болады, ол не себептен пайда болады, ол қалай пайда болады, одан құтылу үшін не істеу керек екенін жақсы білем. Ана Ньютон айтады екен ғой, мен алыптардың иығына шығып алдым, сондықтан өте алысты көремін деп. Сол сияқты мен әсіресе Стэнфорд, Гарвард, MIT, МГУ-дің мықты профессорлар бар, осы тәуелділік жайлы, нейробиология жайлы көп кеңес беретін. Және де мен гипнотерапияны оқығаннан кейін мидағы тәуелділік қалай пайда болады, онан қалай құтылудың жолын білем. Соны қарапайым сөзбен, жаттығулар арқылы көрсетіп берем. Адамдар сол 6 күннің ішінде кәдімгідей алғашқы қадам жасайды. Темекіден, арақтан, насыбайдан, түрлі бір тәтті тамақтардан бас тарту, коладан. Әйтпесе бас тарта қою қиын. Мида жазып тастаған нәрсені мида өшіріп тастайтын функция жоқ. Мида өшіріп тастай алмайды ештеңкені. Жаңа нейрондық байланыстар орнату керек. Ол арнайы бір білімді, арнайы жаттығуларды қажет етеді. Сосын бізде енді қалғаны соңғы себеп осы аурулардың дегендей. Жаңа мен есіме түсіп жатқаны, біз жаңа антирейтингті есімізге түсірген болатынбыз, жаңа телефонды қолдануға байланысты бірінші, екінші орында тұрмыз, Түркиямен бірге деген сияқты. Соңғы кездері біз байқап жатқанымыз, өзіне қол салатындар бойынша, мысалы рейтингтарда шығып жатыр, өздеріңіздер де байқаған шығарсыздар, Қазақстан топ 10-да жүр. Осы сол енді басты себебі енді стресс деп айтады ғой енді, жалпы. Осы стресске байланысты ол осы қазақстандықтар арасында неге бұл үлкен проблема? Ол проблемамен қалай күресу керекпіз? Не істеу керекпіз жалпы? Стресске бұл үлкен өте жойқын тақырып та. Өйткені менің өзімнің былай ізденіп жүрген адам ретінде көзім жеткені, бағанағы біз айтқан 4 себеп: зиян тамақ, шала ұйқы, аз қимыл және жылы жүру, комфорт. 4-шісі химия, дәрі-дәрмек, темекі, арақ-сарақ болатын болса, осы 4-еуі бүкіл ауруларды санап шықса, соның 20% ғана құрайды екен. Ал 80% стресстен болады. Сондықтан стресске біз арнайы бөлек бір подкаст арнамасақ, бұл тыңдармандарға үлкен бір салмақ болады да миына. Изет қалай бір осы стресс, депрессияға не әкеледі, одан қалай құтылу жайлы бөлек подкаст жазсақ? Болады. Әрине, өйткені ол тақырыпты қысқаша айту мүмкін емес. Өйткені оны ашқаннан кейін толық ар жағында одан қалай құтылу жолдарымен бірге түсіндіріп айтқан дұрыс деп ойлаймын. Және оған бір тақырып емес, бір подкаст емес, бір 4-5, мысалы мен 5-ке бөлем стрессті. Бұны мен өте жақсы білетін, 30 жыл бойы маған, 91 жылдары маған институт мозга Тони Бьюзен деген ғалымдардың кітабы түсті да, содан бастап мен өзім психология, философия қызыққаннан кейін күндіз-түні сондай кітаптарды өте көп оқыдым. Бәленбай 100, мүмкін 1000 мақалалар, видеолар көрген шығармын. Бірақ енді өте күрделі тақырып, кітаптар өте көп, бірақ мен соны өте қарапайым тілге жеткізуге тырыстым. Стресс туғызатын 5 себеп бар. Өткенге қайғыру, былай көрсетіп айтам, арттағы өткенге қайғыру, болашақты уайымдау, алдыдағы, біреуге ренжу, біреуді қызғану, содан кейін үрей. Осы 5-еуіне бөлек-бөлек бір подкаст арнауға болады, өйткені 80% ауруды әкелетін жаңағы 5 нәрсе стресске апаратын. Жақсы, рахмет.
енді осы подкаст жалпы көп адамға пайдалы болды деп үміттенемін. Жалпы енді біздің YouTube каналға тіркеліңіздер, егер де сұрақтарыңыз болса, онымен комментарийға бөлісіңіздер. Біз келесі жолы енді осы тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Міндетті түрде тіркелу керек. Жақсы, сау болыңыздар. Сау саламат болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.